Амансыз ба тыңдарман? Менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Мен үйдің 5-ші қызымын. Үйде 7 қыз бала. Анам ұл туамын деп туа берген. Алайда Алла ұл бермей 7 қызды сыйлады. Анамның мінезі бар. Үйді басқарып, әкеме сөзін жүргізеді. Әкем байғұс жетім бала. Әркімнің қолында жалтақтап өскен. Анам болса баршылық жерде өскен, мінезді еркек қыз болған. Нағашы әжем орыс қызы, атам қазақ. Сондықтан болар метис анамның сұлулығы басқаларды еріксіз тартатын. Ауылдағы ең бай, малы көп, сыйлы үйдің келіні болған анам, қызды болған соң күйеуімен, үй ішімен ұрсып, ол үйден кетіп тынады. Бәлкім мінезіне қайын жұрты шыдамаған болу керек. Бір қызбен қайтып келген анам көп ұзамай екінші рет тұрмыс құрады. Өйткені күйеуі үйленіп кеткен. Бұл хабар анамның жүрегін жаралаған болар. Бәлкім ашумен білмеймін енді менің момын әкеме тиіп алған. Менің әкем анамның бұрынғы күйеуінің үйінде малшы. Бір жағынан сол үйде өскен. Яғни менің әкем мен анамның бірінші күйеуі туыс ағайынды жандар болған. Анамның қалай қайтып басы бос үйленбеген әкемнің әйелі болып шыға келгенін нақты білмеймін. Әкем анамның сұлулығына қызыққан болар. Бұлай әкем момын болса да, сырт келбеті тартымды жігіт. Қой көзді, қою қара қасты бойшаң. Менің көздерім, қастарым әкеме тартып, анам сияқты аққұба қызбын. Мен де сұлулықтан кенде емеспін. Бірақ анамның бірінші күйеуден туған әпкем қара қыз болды. Менің әкемнен туған 6 қыз аққұба болдық. Тек үйдегі ерекшесі сол әпкеміз. Десе де біз бой жетіп, сол әпкем дүниеден өткенше әкесінің бөлек екенін білмедік. Бәріміз бір отбасының қызы секілді өмір сүрдік. Әкем де әпкемді бізден артық көрмеді. Анам мен әкем бас қосып, ол ауылдан бір жола көшіп кеткен. Өйткені әкемнің туыстары ұрыс шығарып, анамның туыстары да тыныштық бермегендіктен басқа қаланың қашық бір ауылына көшіп кеткен. Солай өмір сүріп, бірақ анам әкемді сонша басынды. Әкем байғұс анамды шын сүйеді. Әйтпесе әлде қашан тастап кетер еді. Анамның сондай ит мінезіне екінің бірі шыдамас. Арада қаншама жылдар өтті. Үлкен әпкелерім тұрмыс құрып кеткен. Ол кездері мен баламын. Үлкен әпкем қалада бай жерге келін болды деп анам жер көкке сыйғызбай мақтайтыны еміс-еміс есімде. 7-ші сыныпқа көшкелі жатқанда анам менің киімдерін жиып, «Сен қыз қаладағы әпкеңнің үйіне тұрасың» деді. Басында менің алдымдағы менен 3 жасқа үлкен әпкеме айтқан. Мектеп бітіруіне соңғы жыл қалған әпкем келіспей, мінезі анамның мінезінде еді. Мен ғой байғұс әкеме ұқсап қалған, момын едім. Кім не десе де көне беретінмін. Әрі үйдің бар шаруасын жасайтын да мен. Бала кезден мінезі әпкелерімнің жұмсап, сонан үй тірлігіне өте жақын болғанмын. Есесіне сабағым нашар. Бұрын үйленген әпкем қанша жыл көтермей 2 жыл аралығында дүниеге тұңғыш қызы баланы әкелген. Бұлай естігенім болмаса, ол сәбиді міне 3 жасында енді көріп жатырмын. Анам бізді көп аса әпкемнің үйіне әкелген емес. Әпкемде бауырларын шақырғанын көрмедім. Осы қызын туғалы әпкем жиі ауырып, енді аяқтан тұра алмай қалған көрінеді. Мен бұл үйге қызметші ретінде келдім десем де болады. Жаңа мектепке орналасып, сыныптастарыммен тез араласып кеттім. Сыныптағы оқушылар өзім сияқты сабаққа ынтасы жоқ. Бірақ осы мектепке келгелі менде сабақ оқуға деген зейінім ашылып, ол оқушылардан сәлде болса алда болдым. Мұғалімдер мақтаған сайын мен де барынша сабақты жақсы оқуға тырысып жүрдім. Әпкемнің үйінде көп жұмыс жоқ. Ара-тұра үй жинап, тамақты арнайы бір апа күндіз келіп дайындайды. Мен тек әпкемнің қызын бағам. Ал жездем алғаш келген күннен бастап мені жылы жүзбен қарсы алды.
Ауылда әкемнің және басқа да ер адамдардың әбден ескі лас киім кигеніне көзім үйренген. Жездемді көріп сәл таңғалғаным рас. Әкімшілікте қызмет жасайды. Сондықтан бұлар үстінде үнемі костюм шалбар, қымбат әтір. Үйге келгенде де тап-таза киімдерін киіп, жатар алдында бетіне крем жағып, өзіне сондай қатты қарайды. Ауылдағы анамның өзі олай бетіне крем жақпаған. Көбаса үйге кеш келеді. Кейде келмейді. Сөйтсем көңілдесі бар екен. Ауру әпкемнің көзінше көңілдесін үйге әкеліп бір төсекте болатын талай көргенмін. Ол кезде ненің не екенін білмейтін шағым. Көңілдесі үйге күндіз келеді. Сол кезде жездем үйдегі тамақ пісіретін апаға ақша беріп, 2 қызымды паркке апарып қыдырып келіңдер дейтін. Мені қызым дейтін. Мен парк дегенді естіп қуанатын едім. Кейін ес білгенде ғана жездемнің сұмдық әрекетін білдім. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойсаңыз.